Қазаққа ақыл берем, түзейім деп қам жеген адамға екі нәрсе керек. Әуелі бек зор өкімет, жарлық қолында бар кісі керек. Үлкендерін қорқытып, жас балаларын еріксіз қолдарынан алып, медреселерге беріп, бірін ол жол, бірін бұл жолға салу керек. Дүниеде көп есепсіз ғылымның жолдары бар. Әрбір жолда үйретушілерге беріп, сен бұл жолды үйрен, сен ол жолды үйрен деп жолға салып, мұндағы халыққа шығынын төлетіп жіберсе, хатта қыздарды да ең болмаса мұсылман ғылымына жіберсе, жақсы дін танырлық қылып үйретсе, сонда сол жастар жетіп, бұл аталар қартайып, сөзден қалғанда түзелсе болар еді. Екінші, ол адам есепсіз бай боларға керек. Аталарын паралап, балаларын алып, бастап айтқандай жолға салып, тағылым берсе, сонда түзелер еді. Енді мұндай халықты еріксіз қорқытып, көндірерлік күш-қуат ешкімге бітпейді. Ол баланы қазақтың бәрін паралап, көндірерлік дәулет бір кісіге бітуге мүмкін емес. Қазақты я қорқытпай, я параламай, ақылменен не жырлап, не сырлап айтқанменен еш нәрсеге көндіру мүмкін емес. Етінен өткен, сүйегіне жеткен, атадан мирас алған, ананың сүтіменен біткен надандық әлде қашан адамшылықтан кетірген. Өздерінің ырбаңы бар ма, пыш-пышы бар ма, көңілдегі бар ма, дүрілдегі бар ма, сонысынан дүниеде ешбір қызықты нәрсе бар деп ойламайды. Ойласа да бұрыл алмайды. Егер сөз айтсаң, түгел тыңдап тұра алмайды. Не көңілі, не көзі алаңдап отырады. Енді не қылдық?